Паразиттер біздің ішкі ағзаларымызда біздің энергиямызбен қоректеніп, жеген тамағымызбен, тіпті денсаулықты күтуге ішкен өнімдерімен де клеткаларымызды ластап, іш құрылысымызды улап жатыр. Сөйтіп, адам ағзасына зиян келтіріп, көптеген қауіпті ауруларды туғызуда. Оларды бірнеше түрге бөлуге болады. Грибоктар, вирустар, қарапайым паразиттер, гельминттер, черви глисты, рак туғызатын паразиттер, пауық құсаған паразиттер, шыбын-шіркейлер, қаншорғыштар. Грибоктар адамның денесінің шырынды қабығында, тілдің үстіндегі аппақ налет болып, бүкіл ішкі құрылыста тік ішекке дейін бар. Аяқ-қол тырнақтарының астында тағы да қауіптісі жұқпалы ауруға айналдырады. Оның төзімділігі -150 градус, +150 градусты өлмейді. Вирустар латынша аударғанда у, или орысша айтқанда яд. Денеге жайылған вирус өсімдікте, жануарларда емес, ішкі ағза адамға өте қауіпті ауру тудырады. Пандемия кезінде қаншама адамды бұл вирус алып кетті, өздеріңіз жақсы білесіздер. Қарапайым паразиттер, бұлардың жүздеген түрі бар. Бұлар адамдар мен жануарларға өте қауіпті ауру тудырады. Мысалы, малярия, дизентерия. Гельминттер, құрт глисты. Қазіргі таңда 70 түрлі глисты тіркелген. Оның ішінде жиі кездесетін 35 түрі бар. Олар адамның клеткасында, қан тамырында, лимфа үзілдерінде, терінің арасында, ағзаларда кездеседі. Мысалы, аскарида, эконокок, стафилокок, цеп аттары өте көп. Денеден шығару өте қиын. 1989 жылы трихомонад кәдімгі сау клетканы қатерлі ісікке айналдыратынын ашқан. Паразиттер жан-жағымызда толып жүр. Жеміс-жидектер, шыбын-шіркейлер, үй жануарларын ет пен балықтан, бассейннен, тіпті жумай жеген жидектен, қолыңды жумай ас ішкенде, дүние жүзінде 4,5 миллиард адамға паразит жұққан. Сонда паразиттер 10 адамның 9-ында бар деген сөз. Бұл видеоны ары қарай көріңдер. Осы паразиттерден қалай құтылу жолын айтамын. Маған тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. APL компаниясы бұл дауаның жолын тапты. Кері әсерін бермейтін, адамның өмірін 100%-ға өзгертетін, табиғи жеміс-жидектен, емдік шөптердің сығындысынан жасалған, қанға тез өтетін өнім. ВОЗ-дың зерттеуі бойынша 80%-ға дейінгі созылмалы аурулардың түрі осы көп клеткалы және де бір клеткалы паразиттердің арқасында дамып отыр. Қазіргі таңда өте қауіпті, көрінбейтін паразиттерден құтылу жолын ғалымдар тапты. APL компаниясы паразитті қарсы МЭЛС кешенін ұсынады. Қазақша аударғанда еркін таза ағза дегенді білдіреді. Денсаулықты қалпына келтіріп, күтінуді паразиттерден қайталанбастай етіп, кері әсерінсіз кешенді ұсынады. МЭЛС-тің 7 түрлі ерекшеліктері бар. 250 түрлі паразиттен құтқарады. Адамның бүкіл ағзасын тазалап, қалпына келтіреді. Тұрақты пайдаланғанда қайта жұғуынан құтқарады. Құрамының кереметтігі бір-бірінің әсерін күшейтіп отырады. Ағзадан паразиттерді, өлі клеткаларды, ішек қарындағы іріңдерді де шығаруға көмектеседі. Адамның пайдалы микроорганизмдерге көмек көрсетеді. Іш құрылыстың жақсы жұмыс істеуіне көмектесетін пайдалы бактерияларға зиянын тигізбейді. Олардың көбеюіне ықпал жасайды.
Ал құрамына келсек, 23 түрлі жеміс-жидек, емдік шөп шығындысы бар. Соның ішінде негізгі 4-5-еуіне тоқталып кетейін. Тыкваның шемішкесі кукурбитан құрамында бар. Ол паразиттерге ішектегі, қарын ішкі құрылыстағы жойқын әсерін береді. Паразиттерді паралич қалпына түсіріп, олардың өлуіне әкеліп, оларды тездетіп, зәрмен үлкен дәретпен ағзадан шығарып отырады. Ромашка. Ағзада барлық гельминттердің түрінен тазалап қоймай, тіпті вирустық гепатитті емдеушілердің қатарына кіреді. Тимьян. Құнды эфир майын алады. Құрамында фламиноидты уксус және яблочный қышқылы, тимол және карвалол бактерияларды жоюда қасиеті күшті. Тимьян құрамы коктардың барлық түрін, грибокты, ленталы паразиттерді түбімен жояды. Гвоздика. Глистерге, грибоктарға, вирус пен бактерия пайдаланатын емдік шөптің дәні. Гвоздика дәмдеуші, паразиттердің оболочкасын жарып, личинкаларын, жұмыртқаларын жояды. Одуванчик. Паразиттерді ағзада болғанда алғашқы ішек қарын іш құрылыстарын бүлдіре бастайды. Одуванчик құрамында іш құрылыстағы балансқа келтіріп, паразиттерді жояды. Мелс пайдаланғанда гроумен бірге қосса иммунитетті көтеріп, паразитпен күрес жеңілдеу болады. Келесі видеоларымды уақытында көру үшін маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.